Қайырлы күн достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді әрі керемет болып шығатын іске басар фри дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай картошкаларымыздың қабықтарын ашып, осылай жақсылап суға салып алатын боламыз. Мен оны бірнеше рет, яғни 3-4 рет суға шайып алдым. Міндетті түрде 3-4 рет шайып алуымыз керек. Себебі оның картоптың бойындағы, яғни құрамындағы крахмалдар түсуі қажет. Сол үшін 3-4 рет шайып алатын боламыз. Содан соң оның суын төгіп тастаймыз да осылай құрғататын боламыз. Енді оны қағаз майлықтарға немесе сүлгіге салып, осылай жақсылап құрғатып алатын боламыз. Оны да мен 2 рет құрғатып алдым. Сол кезде фриларымыз піскен кезде әдемі қытырлақ болып шығатын болады. Осылай сүлгілерімізбен басып, қағаз сүлгілерімізбен үстен басып құрғатып алатын боламыз. Енді табамызды жақсылап қыздырып алатын боламыз. Содан соң оның үстіне сұйық майымызды қойып, тағы да жақсылап қыздырып алып, фриларымызды аз-аздан салып отыра осылай пісіріп алатын боламыз. Пісіріп алып түсіріп алған кездерде оның арасына тұздарымызды сеуіп отыратын боламыз. Оны кетчуппен осылай берсеңіздер де болады. Гарнирге берсеңіз болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Ыстық күйінде дәмі өте керемет, тіл үйіретін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Азиза. Сау болыңыздар.